Бүгін біз сіздің үйіңізде дәрілер тұратын қораптың ішінде ондаған жылдар бойы жатқан ең зиянсыз көрінетін бір дәрі туралы айтамыз. Ол антибиотик емес, жүрек дәрісі де емес. Бұл кез келген дәріханадан табылатын бағасы ең арзан тұратын цитрамон. Біз оны бас ауырса кәмпитте жұта саламыз. Бірақ дәрігерлер неге үндемейді? Неліктен бұл кішкентай дәрі асқазаныңызды кесіп кетіруі мүмкін? Неге дамыған елдердің көбінде оның құрамындағы компоненттерге тыйым салынған? Және ең қорқыныштысы, егде жастағы адамдар үшін цитрамон неліктен ажалға апаратын қадам болуы мүмкін? Бүгін мен Мирас Ерланұлы сіздерге ешқандай жарнама айтпайтын нұсқаулықтың ең соңында кішкентай әріптермен жасырылған ащы шындықты ашамын. Мұны білмеу денсаулығыңызға жасалған қастандықпен тең. Цитрамонның бұл жай ғана дәрі емес. Оның құрамында бір-бірін толықтыратын 3 қуатты компоненттің бірігуі. Олардың әрқайсысының атқаратын өз міндеті бар. Бірінші компонент – ацетилсалицил қышқылы, яғни аспирин. Аспирин тек температураны түсіріп қана қоймай, қанның тұтқырлығын азайтады, яғни қанды сұйылтады. Бұл мидағы қан айналымын жақсартып, ауырсыну ошағын жоюға көмектеседі. Бірақ абай болыңыз, аспирин агрессивті компонент. Ол асқазанның қорғаныс қабатына тікелей шабуыл жасауы мүмкін. Екінші компонент – парацетамол. Егер аспирин қанмен жұмыс істесе, парацетамол тікелей мидағы ауырсыну және терморегуляция орталықтарына соққы береді. Ол цитрамонның ішіндегі тыныштандырушы күш. Аспиринмен қосылғанда, оның тиімділігі бірнеше есе артады. Бұл медицинада синергия, немесе қарапайым тілде бірін-бірі күшейту деп аталады. Үшінші компонент – кофеин. Көпшілік кофеинді тек сергіту үшін деп ойлайды. Бірақ цитрамонда оның рөлі ерекше. Ол қан тамырларын кеңейтіп, алдыңғы екі компоненттің ауырсыну ошағына жылдам жетуін қамтамасыз етеді. Ми тамырларының тонусын реттеп, сол баяғы басын жарылып барады деген сезімді тез басады. Цитрамон ішкендегі сергектік осы кофеиннің әсері. Бірақ дәл осы үштік кейде ағзаға қауіп төндіруі мүмкін. Ресми медицина бұл дәріні бірнеше нақты жағдайда ғана ішуге ұсынады. Бірінші, бас ауруы және мигрен. Бұл цитрамонның алтын уақыты. Кофеин тарылған тамырларды кеңейтіп, қалған екі компонент ауырсыну сигналын бұғаттайды. Сондықтан ол жай парацетамолдан әлдеқайда тиімді. Екінші, жоғары температура. Құрамындағы парацетамол қызуды басады. Бірақ ескерту, дәрі тек 12 жастан асқан және салмағы 49 килограммнан жоғары жасөспірімдер мен ересектерге арналған. Үшінші, гипотония, яғни төмен қан қысымы бар адамдарға. Кофеин мен аспириннің тандемі қысымды аздап көтеріп, бойға қуат береді. Бірақ бұл уақытша шешім, оны әдетке айналдыруға болмайды. Төртінші, буын аурулары. Артрит немесе подагра кезінде жеңілдік сыйлағанымен, бұл негізгі ем емес. Буынды жүйелі түрде тек маман тағайындаған дәрілермен емдеу қажет. 40 жаста зиянсыз көрінген дәрі 60 жаста үлкен зардап әкелуі мүмкін. Дәрігер ретінде мен мына қауіптерді ескертуге тиіспін. Аспирин асқазанның қас жауы. Егер сізде гастрит немесе жара болса, цитрамонды тек тамақтан кейін ішіңіз. Тіпті асқазанды қорғайтын амепразол немесе пантопразолмен бірге қабылдаған абзал. Қорғансыз ішу іштен қан кету қаупін тудырады. Цитрамон қанды сұйылтады. Егер сіз онсыз да қан сұйылтатын дәрілер ішіп жүрсеңіз, немесе қан кетуге бейім болсаңыз, бұл өте қауіпті. Цитрамонды қан сұйылту үшін өз бетіңізше пайдаланбаңыз. Ол үшін арнайы дәрілер бар. Егде жастағы ең үлкен қауіп – кофеин. Ол қан қысымын көтереді. Егер сізде жоғары қысым, инфаркт немесе инсульт болса, цитрамон ішпеңіз. Цитрамон дәрісін ішуге болмайтын жағдайлар. Бұл жағдайларда ешқашан тәуекел етпеңіз. Алкоголь. Цитрамон мен спирттік ішімдік бауыр мен асқазанға жасалған қастандық. Бұл екеуі қосылғанда токсикалық әсері бірнеше есе артады. Жүктілік. Кез келген мерзімде мүлдем тыйым салынады. Балалар 12 жасқа дейін. Аспирин балаларда Рие синдромы, бауыр мен мидың ауыр зақымдануы деген өте қауіпті асқыну тудыруы мүмкін. Бүйрек пен бауыр жеткіліксіздігі. Бұл мүшелер ауырса, дәрінің шығуы қиындап, ағзаны улайды. Цитрамон көмекші құрал, бірақ ол кәмпит емес. Оны сауатты қолдану сіздің қауіпсіздігіңіз. Дәрінің пайдасы. Оны қалай ішкеніңізге тікелей байланысты. Аш қарынға ішпеңіз. Аспирин асқазанды тітіркендірмеу үшін тек тамақтан кейін қабылдаған жөн. Тек қана жылы сумен. Кофе, қою шай немесе газды сусындармен ішуге болмайды. Бұл ағзадағы кофеин мөлшерін шектен тыс асырып жібереді.
Тәулігіне 3-4 дәріден аспаңыз. Цитрамон бұл жедел жәрдем. Оны қатарынан 7-10 күннен артық ішуге болмайды. Егер бас ауруы жиілесе, дәріні көбейтпей, дәрігерге барып, себебін анықтаңыз. Цитрамон дәрісінің құрамындағы ацетил-салицил қышқылының арқасында бұл дәрі тек ішу үшін емес, басқа да мақсаттарда пайдалы болуы мүмкін. Кері күтім үшін 5 таблетканы жарты литр жылы суда ертіп, 1 шай қасық балмен 3 тамшы А немесе Е витаминін қосыңыз. Тазаланған бетке 5 минутқа жағып, шайып тастасаңыз, қабынуды басып, тері түсін жақсартады. Қайызғаққа қарсы сусабынға езілген 1 таблетка қосып, басыңызға жағып, бірнеше минуттан кейін шайыңыз. Өсімдіктерге көмек. 1 таблетканы 20 литр суда ертіп, пересадкадан кейін әлсіреген гүлдерді суарыңыз. Ал жарты таблетканы 1 литр суға ертсеңіз, топырақтағы ұсақ шіркейлер мен масалардан құтыласыз. Цитрамон уақыт сынағынан өткен дәрі. Ол дұрыс қолданған адамға шипа, ал жүйесіз ішкен адамға қауіп. Әсіресе жас келген сайын ағзамыз кез келген химиялық әсерге сезімтал болатынын ұмытпаңыз. Өз дәрі-дәрмегіңізді тереңірек білу бұл үрей емес. Бұл өз денсаулығыңызға деген жанашырлық пен жауапкершілік. Есіңізде болсын, 10 күннен артық ішпеңіз. Тек тамақтан соң қабылдаңыз және қан қысымыңыз жоғары болса, міндетті түрде дәрігермен кеңесіңіз. Дәрігер Мирас арнасына жазылуды ұмытпаңыз. Видео ұнаса лайк басыңыз. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Сау болыңыздар.